көшейік. Зарина екеулеріңіз кездестіңіздер ма дегенге. Пока кездескен жоқпыз. Екеулердің интервьюларын анау детектор лжидағы видео қашан шығады деген самый главный сұрақ. Дұрыс па? Қалайсыңдар? В общем, сөздің ашығы бүгін бір от души ұйықтадым, потому что біраз күн андай бір ұйқым қанбай, бір кішкене көңілім толмай жүрген, бүгін прям ұйқым қанды, бірақ соның өзінде ұйқым қанбай тұр. Ол қалай болады деген жалпы. Но ничего страшного. Енді самый главный актуальный сұрақтар. Мариямның көңіл күйі қалай екен? Нормально. Бүгін неге кешігіп келдіңіз? Бүгін ба? Иә. Ха? Туған күнге барып ұйықтап қалдыңыз? Әпкемнің туғанында болған. Тұрар қызға сенімсіздіктен емес, жігіттерге сенбегендіктен жұмысынан шығарып алдың, Иә. Если Оларға сенбеймін, олардың ойы жаман, әлі жұп болған жоқсыңдар. Тірліктеріңіз болмаса жарты өмірлеріңіз өтіп кететін еді. Ол жұмыссыз қалды. Ертең жұмыс көп қой, братан. Жоқ, ертең болмасын, ертең арғыны болмасын, несиесі келіп қалды дейді. Несиесін төлеп бере аласың ба? Төлеп беремін, ана. Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Біз дайындықтамыз. Бүгін эфирде мен бір жақсы жаңалықпен бөлісіп қалуым мүмкін, сондықтан бізден бірге болыңыздар. 14:30-да Азия арнасында. Жандарым, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сторисқа мүлдем шықпай кеттім ғой. Про разговорную историю вообще молчу. Үйге келдім да, бір ұйқым кеп, или из-за того, что я не выспалась, ерте тұрған бүгін. Вот, ладно, бүгін енді бір күн бара алмай қалдым, енді ертең обязательно барам. Вот енді бүгін біз Майра Құралай үшеуміз әңгімелесіп отырған кезде мы подумали, а почему бы не устроить такой, мини-челлендж, типа 30 күн у нас будет правильное питание, потому что таңертең бізде бір